Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз бөтененің ұясы салатын дайындайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді және түрі де ерекше, дастарханыңызды ашып тұрады. Ол үшін бізге тауық еті, майонез, кукуруз, қияр, укроп, жұмыртқа, картоп қажет болады. Пиязымызды ұзыншалап турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстіне қайнаған суымызды құйып, бір шетке алып қоямыз. Пиязымыздың ашытылығы кету керек. Одан кейін картопымызды үккіштен өткізіп, 2-3 қайтара жуып кептіреміз. Кепкен картопымызды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Одан соң тауық етін турап ыдысымызға саламыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып алып, ағын ғана тураймыз. Сарысын алып қоямыз. Видеоны соңына дейін көріп, тәп-тәтті арнасына тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Туралған жұмыртқамызды жаңағы судағы пиязымызды сүзіп алып, барлығын ыдысқа саламыз. Қиярымызды да 4 бұрыштап турап аламыз. Оны да сол ыдысымызға салып, сары кукурузымызды қосып, майонезбен араластырамыз. Әдемі ыдысымызды алып, дайын болған салатымызды ұяның пішініне келтіріп, әдемілеп салып аламыз. Жұмыртқаның сарысын езіп, үстіне майонез қосып, және уақтап туралған укропты қосып, бөтененің жұмыртқасын пішін дайындаймыз. Жаңағы қуырылған картопельный пайымызды салатымыздың үстін әдемілейміз. Укроппен де әдемілеп, осылай жұмыртқамызды қойып шығамыз. Салат өте әдемі болып шықты. Ас болсын.